Қайырлы күн. Павелман, ересек біреу бар ма? Кешіріңіз, бірден танымай қалдым. Жай ғана көрерім. Тағы кеш қалдым ба? Жоқ, дәл келдік. Иә, осылай керемет. Тағы жұмыс па? Қанша еді? Маңызды емес, алған соң ашышы болма. Сана бәлек боласың. Көп па? Нешен әлі? Қорқатында емес. Бірдеңе сатып құтыласың. Bir жөні болар бәлкім. Сәлем. Сәлем. Сіз кімсіз? Бұл Павел. Вы в своем уме? Әрине жоқ, сол үшін келіп отыр. Қатты әбіршіп қалған. Маниакалды депрессиялық психоз. Это несложно. Қиындығы жоқ. Өзіңіз көргендей, бүгінгі топта әркімнің кемістігі бар, бірақ ортақ міндетті орындай отырып, олар бір-бірін түсіне бастайды. Друг другу помогать, как вы видели. Сіздің жындыларыңыз ойлай біледі. Пациенты умеют мыслить. Осыны қолтаңғым келеді. А я Оған вам жол не бермеймін. позволю. Қан шайтан, тәуір жұмыс жасап тап. Сені Герман қыспақ қалса, алмайды. Саня тәп тәуір жігіт, алса делік. Білуімше, ақша таппадың ғой. Данышпан мен жындының айырмасы қандай білесіз бе? Данышпанға бұратын орындау үшін жол ашық. Ну и в Сонда чем науқастарымның мақсаты қандай? Қылмыскерлерді ұстау. Ағамның жасырғаны бар ма? А вы действительно 10-14 считаете, жыл бұрын что жоғалған сможете адамды найти таба аламын деп человека, ойлайсыз который ба? пропал когда? 10-14 лет назад? Зачем вы Неге всем алдап не жүрсің? Берген уәдеңді ғана орында. Артық кемі жоқ. Өзіңді дүниенің тетігі санаймысың, мүсәпір бейшара, сен ғана ма? Қабілетіңді ашқан мен. Керек болса жабатын да мен. Қашан түсінесің, бәрі саған ғана қарап тұрған жоқ. Кейде саған қатысыз қиындықтар да туындайды. Қателестім. Түзелем. Детективный синдром. Смотрите на Кинопоиске.